Bir күні Мұса Алла тағалаға: «Я Алла, маған пайғамбарлық берерде қай ісімді көбірек ұнаттың?» деп сұрады. Ұлық Алла: «Мұса, сен Шұғайып пайғамбардың қойын баққаныңда, ішінде бір көтерем қой бар еді. Үнемі үйірден бөлініп қала беретін. Сен сол қойға сабырмен қарап, оны ұрып соқпайтынсың. Сенен басқалары ол көтерем қойды боқтап, боралап, қамшының астына алатын, ұрып теуіп жүгіруге мәжбүрлейтін. Сен қой екеш қойға да рахым қылдың. Егер сол қойды тепкеніңде, сені пайғамбарлықтан да, патшалықтан да, құт берекеден де мақрұм қалдырар едім» депті. Мұса содан бастап өз қауымын малды теппеуге шақырды. Малды тепсең, ырыс қашат деген түсінік сол кезден пайда болыпты деседі.